Бәріміз бірге. Кел балалар көйіп, күлкім менен түйіп, түрлі түсті боялған, әсемдеп біз жүрейік. Бірге қонаққа иіліп сәлем берейік. Жарайсыңдар балалар. Біз бір-бірімізге жылы лебізімізді білдірмес бұрын, және қонақтармен де амандастық. Бүгінгі біздің іс-әрекетіміздің тақырыбы балалар шығармашылық іс-әрекет болмақшы. Біз түрлі дәстүрлер арқылы, біз заманауи дәстүрлер емес, сурет салу техникасы арқылы сурет саламыз. Бұл суретіміз бізге балалар өте оңай тудырмақшы. Біз оңай жолмен суреттерді қызықты етіп, түрлі етіп салып үйренеміз балалар. Ал балалар, қазір жылдың қай мезгілі екен? Көктем! Мезгілінде қанша ай бар екен? 3 ай. Наурыз, сәуір, мамыр. Дұрыс айтасыңдар балалар. Наурыз айында 1-ші наурыз қандай мереке болып балалар? Алғыс айту. 8-ші наурыз қандай мереке? Аналарымыздың қыздардың мерекесін тойланды. Ал және біз ұлыстың ұлы күні 27-ші наурызда үлкен ұлттың ұлыс күнін тойланды. Біз қазір мына бейнеден наурыз мерекесінің суретін тамашалаймыз. Біздің іс-әрекетіміздің негізгі міндеті сурет салудың заманауи дәстүрден тыс әдіс-тәсілдер арқылы балаларды бейнелеу өнеріне қызығушылықтарын ояту, балалардың бойына шығармашылық ізденісті құштарлықты арттыру, өзіндік іс-әрекет жұмысын құруға мүмкіндік жасау. Ал және біз балалар, біз наурыз мерекесін тойладық жақында. Біздің екінші біздің айтатынымыз аттадайық сөздер, наурыз мезгіл айында келетін аттадайық сөздерін айтып жіберейікші. Қана Дина? Отан қуат, отбасы шуақ. Жарайсың. Ал енді екінші аптамыздың, наурыз айының екінші аптасының дәйек сөзі Хансұлтан айтады. Дәу атты қандай көркем. Жарайсың. Қаны балым? Ақ болды. Жарайсың. Қаны Ақназар? Рәмізді ұлттық құндылығымыз. Жарайсыңдар балалар, біз наурыз айының атты дәйек сөздерін айталдық, біледі екенбіз. Ал енді балалар, келесі біздің әдісіміз өте қызықты болмақ. Біздің наурыз айынан кейін балалар сәуір айы келе жатыр. Сәуір айының 17-ші жұлдызында балалар ғарышкерлер күні екен. Ғарышкерлер аспанға немен ұшады екен? Зымыранмен. Біздің зымыранымыз балалар жылтыр қағаз бетіне ойылып жасалған екен. Бірақ біз оны саусақтарымызбен сипап отырып, ол жерде қандай сурет бар екенін білеміз, ойлап табамыз. Ал балалар, қыздарымыз енді көктем мезгілі келгенде күн жылынып, жәндіктер оянады. Соның ішінде өте қыздарымыз гүлдерге қонған түрлі түсті әдемі көбелектерді түрлі түсті бояумен ағаш бетіне ойылып түскен көбелектерді бояйды. Ал олай болса, балдарымыз өзіміздің өнер орталығына барайық. Суға көп батырмаймыз деген осы ғой. Суға көп батырмаймыз. Тек маған батыр болып суға батырма. Суға батырсың, оянмай қалады. Суға батырмашы мақма, ортасында болмасы. Апай көк түсті бүйе бұл. Ортасы қандай түсті едік балалар? Сарыға батыр. Ағашқа арнайы арналған екен. Жаққан сайын тез біздің бояуларымыз не істейді екен? Кебе береді екен. Ой, суға батып қойдың ғой. Сен деше сосын? Бетіп қаласың, не тұрғы мұны көрдің ба? Ендігі біздің әдісіміз STEM әдісі. Сиқырлы суреттер. Мен әуелі су құйып шығамын, және мына майлықтарды беремін. Бұның ішінде жасырынған суреттер бар. Судың бетіне жайлап саламызда күтіп отырамыз. Судың бетіне сурет шығады. Бірінші қыздарды күтіп аламыз, ал балдар көктем мезгілінде не шығады екен балалар аспанға? Кемпір қосақ жасап шығады. Кемпір қосақты қалай жасау жолын мен қазір көрсетемін. Бірінші балдарды күтемін, қыздарды күтіп алайық. Күтеміз. Су сөз мұсымен.
Балалар, қазір майлықтың ішінен, судың ішіне саламыз, Салған кезде не шығады екен бала? Сурет шығады. Қыздарға кемпір қосақ емес, қыздарға басқа сурет шығады. Бүйтіп бірден бүйтіп саламыз. Ашпа. Саламыз, мә, солай саламыз. Қандай сурет шықты бала? Сурет жасы болып тұр, Сенде машина ғой, машина. Жоқ, машина емес. Майлықты судың бетіне жайлап саламыз. Кім бұлар? Енді бұл жерде балалар. Апай, мен істеймін. Мен де істей берем. Балалар міне көріңдер ма? Кемпір қоза шықты, Көтереміз кән. Шыға батыр ма бала? Шыға батыр ма? Шықты ма кемпір қоза? Арбазардың кемпір қоза. Қандай әдемі кемпір қоза шықты, Ішіне бар. Дәулети. Қамат. Мына үстіне қой да, үстіне қой, бас. Көктемнің көктем мезгілі екен, күн жылынғанда құстар не істейді екен? Жылжақта ұшып келеді екен. Мына жерде қандай құс берілген балалар? Қарлығаш құсы берілді, Қарлығаш құсы не істейді екен біздің үйімізге? Ұя салады екен, Сол үшін жылы жақтан ұшып келе жатқан қарлығаш балалар бұл жерде өз шаңырағына асыға ұшып келе жатыр екен балалар. Мына жерде біздің текеметімізді заманауи түрде біздің дәстүрден тыс түрлі түсті түстермен біздің оюларымыз және қарлығашымыз және шаңырағымыз берілген. Біз қазір осы түрін көрдік қой. Енді осыны өзіміз құрап шығуымыз керек екенін құрай аламыз ба балалар? Беркімге балыға. Біреуін бер балыға. Адина ұқсап не аламыз? Жоқ, болғанда өйтіп болған жоқсың. Міне, балалар неге жақындатып қоямыз міне. Тұсқа. Міне. Көріне ма, жақын тұрады. Міне. Менгі бітті. Біз уже іштіп қотық. Сен кім бағын тағы жөнде? Молодец. Қаны балалар, жасаттық па текеметімізді? Қаны Арназар, қыздар көмектесіп жіберейік балдарға, кәм? Қараңдаршы, кім? Арсен қандай? Ал балалар, бүгінгі біздің технологиялық әдісіміз, бұл орталықтағы әдісіміз балалар біздің қазақтың ұлттық оюлары мына байтик әдісімен жасалынатын кенеп матасының үстіне біз майлы бояулармен мына трефарат әдісі арқылы ою өрнектерімізді бояйтын боламыз. Біз сыртынан шығып кетті деп қорықпаймыз бояуларды. Тез бояй береміз. Бояп болғаннан кейін бетінде қағазды алған кезде біздің әдемі бояуларымыз шыға келеді. Сыртынан шықты деп қорықпаймыз. Бояй береміз. Ал қане балалар, олай болса, бәріміз майлы бояуларымызды алып, суреттерімізді бастайық. Бояй бер. Бояй беріңдер, алдарына қараңдар. Суреттеріне қараңдар. Қаламды ұшынан ұстама. Қандай түседі? Келесі өнер орталығымыз Хэппинг бастырма әдісі арқылы балалар, біз көктем мезгілінің 3-ші айы мамыр айында балалар жеңіс күні болады екен. 9-шы мамыр жеңіс күні екен. Жеңіс күніне балалар біз жеңіс күнін қалай елестетеміз? Біз қағаз бетіне түсірейікші. Жеңіс күнін біз қалай түсіреміз? Аңсар жоғары қарай басамыз. Міне былай. Қараңдар мен бастатқанымды. Міне. Қатты емес. Қан істейміз. Былай, міне қараңдар қара. Ағымыздар маған қарасай. Міне. Батыр сен ағым. Апай, істедім. Күнде. Екі жерлері істеп жүрміз. Ал енді гүлді жасаймыз. Апай, Тастағасыңдар.
Қызыл. Қызыл. Көзін алып отырсың. Қызыл. Апай сары. Апай сары. Мамыр мерекесіне 9 мамыр жеңіс күніне арналған біз бейбіт күнді біз қағаз бетіне бастырма әдісі арқылы түсірдік, иә? Ал балалар, айта қойыңдаршы, ағаштың нешін салдық? Жарайсыңдар. Күнді нешін салдық? Жарайсыңдар. Гүлді нешін салдық? Ал жерді нешін салдық? Жауларымыз енді кәрі жерімізді баспасын деп біз жердің суретін салдық, е? Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, енді суреттерді біз орнына қоямыз. Екіншісіне өт. Айтты, сары. Сындыр солды. Қаттыр. Екі қолмен бірдей жұмыс істейміз, балалар. Екі қолмен бірдей істейміз. Одан да қаттыр. Балым, кімге қарап? Екі қолмен бірдей істеуіміз керек, балалар. Балым істеп жатқан, екі қолмен бірдей жұмыс істейміз. Енді біз нейрожаттығу жасаймыз. Бұл нейрожаттығымызда балалар, екі қолымыз бірдей жұмыс істеу керек, иә? Және көзіміз де бірдей жұмыс істеу керек. Қан олай болса бастаймыз. Ал бала, бері қарайықшы енді, мына экранға қарайықшы. Бізге әдемі жұмбақтар жасырылған. Ағым. Қан жұмбақтарға қарайықшы. Қандай жұмбақтар салынған екен? Жадыра. Қардай әттақ, балдай тәттақ. Қандай жұмбақ? Дұрыс, балалар. Қабат-қабат қаттама, ақылың болса аттама. Жарайсыңдар балалар, кітап екен. Қыстай жегіп қосатты, көктем шығып босаттым. Жоқ, екі аяққа киіп алатын. Шана екен, иә? Дұрыс айтасыңдар балалар. Талата жүр шапқыла, керемет бір саққыла. Түрі жылқы бейнесі, жолақ жейдесі. Айтасыңдар балалар. Күнде оған қараймын, қара шашты беріп тұрамыз. Айжұлдыз беріп тұрмын. Аяғы бар, басы бар, арқасында тасы бар. Өзі кірді ашады, суға салсам қашады. Қызыл, сары, жасылды, көкке бір сат асылды. Таңмен бірге ашады, әлемге нұрын шашады. Дұрыс айтасыңдар. Ал балалар, енді бізге бүгінгі оқу іс-әрекетіміз, ұйымдастырған іс-әрекетіміз ұнады ма балалар? Біз қандай суреттер салдық, қандай әдістермен суреттер салдық? Баста түсті оюларды мата бетіне боядық, иә? Және де қыздар жәндіктердің, көбелектің бейнесі ненің үстіне, ағаштың үстіне боядық. Ұнады ма балалар бүгінгі суретті қалай салуды білеміз ғой, е? Бізге қызық болды ма ұйымдастырған іс-әрекет балалар? Жарайсыңдар балалар.